Келген қонағыңызды осы ханыммен таң қалдырыңыз. Ең оңай әрі өте дәмді. Егер видео қызық болса, соңына дейін көріңіздер. Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен етімізді ет тартқыштан өткізіп алып, бір шетке қоямыз. Одан кейін салқын суға тұзымызды, жұмыртқамызды және де сұйық майымызды құйып, барлығын бір келкі масса болған жақсылап араластырамыз. Содан соң жоғарғы сұрыпты ұнды қосып, орташа қатты қамыр илеп аламыз. Иленген қамырымызды пакетке салып, демалғанша бір шетке қоя тұрамыз. Ал сол уақытта ішінде салмасына дайындаймыз. Алдымен пиязды тураймыз. Пияздың көбірек болғаны дұрыс. Сонда хануымыз өте шырынды болып шығады. Одан кейін картобымызды турап аламыз. Сосын ет тартқыштан өткізілген етті қосып, тұз бен қара бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған салманы бір шетке қойып қоямыз. Июі қанған қамырымызды теңде 3 бөлікке бөліп, әрқайсысын шарик қылып жасап, тағы да 10 минутқа қалдырамыз. Кейін әрқайсысын жұқалатып жайып, ортасынан бөліп, бір бөлігін шетке аламыз да, екінші бөлігіне сұйық майымызды жағып, салмасын саламыз. Салмасын салған кезде бүктеген сайын сұйық маймен майлап отырамыз. Видеода толық көрсетілген. Сол кезде біздің қамырларымыз начинкасына жабысып қалмайды. Барлығын солай жайып шығамыз. Салмамыз өте дәмді болады. Ханымды міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыздар, қазақша контентті қолдау мақсатында арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қазақша контентті бірге дамытайық. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Арнамда әлі қызықты рецепттер және лайфхак сатылымға шығарып жүрген мастер-класстардың рецепттерін сіздермен бөлісетін боламын. Барлық ханымды осылай монтоваркамызға саламыз да 45 минутқа демдеп қоямыз. Біздің ханымыз дайын боламыз дегенше біз бетіндегі подливкасын жасайтын боламыз. Қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды құйып, үстінен пиязымыз бен чесногымызды саламыз. Жақсылап қуырып аламыз да, үстінен томатымызды және де болгар бұрышын саламыз. Кейін ұсақтап туралған укропымызды және де 50 мл су құйып 5-10 минутқа демдеп қоямыз. Біздің подливамыз тез дайын болады. Тамағымыз пісеміз дегенше. Тамағымыз пісті. Ханым өте керемет болып шыққан. Ешқандай да езілмеген, өте дәмді болды. Сіздерге де осы тамақты жасауға кеңес беремін. Егер арнам сіздерге қызықты болатын болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Менің арнам жаңадан ашылған болғандықтан сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.